Саламатсыңдар ма, балалар? Мен Жамбыл облысы Талас ауданы Әбділ Сағынтаев атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ибраимова Раушан Қасымқызымын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын болжау мақсатында мына суреттерге назар аударайық. Сабақтың тақырыбы қандай болады деп ойлайсыңдар? Жарайсыңдар, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қонақ күту дәстүрі. Сабақтың оқу мақсаты сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу. Сабақтың мақсаттары: барлық оқушылар сюжетті суреттер бойынша тақырыпты болжайды, әңгіме құрастырады. Оқушылардың басым бөлігі оқылым, тыңдалым материалдарынан негізгі ақпараттарды анықтайды. Кейбір оқушылар оқылым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды пайдаланып, жинақы мәтін жазады. Мына сұрақтарға жауап берейік. Қонақ күту дегенді қалай түсінесің? Қонақтың қандай түрлері бар? Иә, балалар, қонақтың түрлеріне байланысты 3 топқа бөлінейік. Қыдырма қонақтар, құдайы қонақтар, қылқима қонақтар. Әр топ өздеріне түскен топтың аты жайлы түсініктеме береміз. Жақсы, балалар. Сабақтың мақсатына негізделген тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма: суреттер желісі бойынша тірек сөздерді қолданып, шағын әңгіме құрастырыңдар. Тірек сөздер: төр, қонақ, дастархан, тағамдар. Дескрипторы тірек сөздерді қолданады, сурет желісі бойынша әңгіме құрастырады. Жарайсыңдар, балалар. Екінші тапсырма: тыңдалым. Қадыр Мырза Әлінің қазақтарды шетелдік қонақтарға таныстыру өлеңін тыңдап, қазақ халқына тән қасиеттерді теріп жазамыз. Жайлауында Үшінші тапсырма: мына өлең бойынша 3 топқа 3 түрлі тапсырма беріледі. Ендеше өлеңді тыңдайық. Қонақ жайлылық белгісі: сырттан келген мейманға сәлем беріп, қол алсаң, бірінші еткен қызметің. Түсіңіз деп түс берісіп, шылбырына оралсаң, екінші еткен қызметің. Есік ашып, енгізіп, көрпе төсеп құп алсаң, үшінші еткен қызметің. Мейман риза болмағы, құрметпен үйге қонғаны, кешіктірмей шай берсең, ұмыт болар тоңғаны. Тысқа шықса қария, қолында болсын құманы, ірікпесең барыңды, қонақ жайлылық солдағы. Бірінші топқа тапсырма: өлеңді түсініп оқы, мазмұнын аш. Дескрипторы өлеңнің мазмұнын түсінеді, мазмұнын ашады. Екінші топ: пирамида әдісі бойынша өлең мәтініндегі қонақжайлылық белгілерін теріп, сызбаға түсіріңдер және өз білгендеріңмен толықтырыңдар. Дескрипторы өлең мәтініндегі қонақжайлылық белгілерін табады, сызбаға түсіреді.
Үшінші топ ішіне сыртына әдісі бойынша өлең мәтініндегі тура және ауыспалы мағыналы сөздерді анықтаңдар. Дескрипторы өлең мәтініндегі тура мағыналы сөздерді ішіне, ауыспалы мағыналы сөздерді сыртына жазады. Бұл тапсырмада топтар бір-бірін басбармақ әдісі бойынша бағалаймыз. Өте жақсы балалар. Сабақтың соңында мына саралау тапсырмаларын орындайық. Бірінші деңгейлік тапсырма орнын тап әдісі бойынша берілген қима қағаздардағы сөздерді ретімен, орнымен орналастырамыз. Екінші деңгейлік тапсырма мені іздеп тап әдісі бойынша көп нүктенің орнына мақал мәтелдердің жалғасын тауып қоямыз. Үшінші деңгейлік тапсырма тақырыпқа сәйкес негізгі ақпараттарды сақтап, тірек сөздерді пайдаланып, өмірмен байланыстыра отырып, шағын мәтін жазамыз. Дескрипторы тірек сөздерді қолданады, негізгі ақпараттарды пайдаланып, мәтін жазады, өмірмен байланыстырады. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Бүгінгі сабақта біз сюжетті суреттердің желісі бойынша шағын мәтін жаздық және тыңдалым, оқылым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтап мәтін жаздық. Тапсырма. Қонақ күту дәстүріне байланысты мақал мәтел жинақтап жазып келу. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау саламат болыңыздар.